Шүкірлік етудің мәні. Шүкірлік ету құлдың Алла тағалаға лайықты түрде шүкір ете алмайтындығын мойындауы. Бұл туралы Жүнейд Құдсирух былай дейді: шүкіршілік өзін нығметке лайық санамау. Шүкіршіліктің мәні тек нығметті байқау емес, Алланың берген нығметтерін кішіпейілдікпен қабыл алып, нығметтің тек Алла тағаладан келетінін түсінуден тұрады. Сондай-ақ шүкіршілік келген игіліктің Алладан екенін жүрекпен білу және тиісті шүкіршілік мақтау сөздерін айту делінген. Шүкірлік Алланың нығметі. Шүкірліктің өзі Алла тағаланың нығметі екенін ұмытпаңыз. Егер Алла тағала сізге шүкіршілік ету қабілетін бермесе, сіз оны өзіңіз жасай алмас едіңіз. Тақуалардың бірі Аллаға бет бұрып: «Уа Раббым, менің шүкіршілігімнің өзі сенен келген нығмет болса, мен саған қалай шүкір ете аламын» дейді. Сонда Алла тағала: «Енді сен маған шынайы түрде шүкіршілік еттің» деп илхам етеді. Мұса пайғамбар алейхиссалам: «Уа Раббым, сен Адам алейхиссалам пайғамбарды жараттың және оған мынадай игілікті нәсіп еттің. Ол оған қалай шүкіршілік етті» деп Аллаға дуа жасайды. Сонда Алла тағала бұл игіліктердің барлығының менен екенін білді. Бұл оның маған деген шүкіршілігі болып саналады деп жауап берді. Алла тағала ғана шүкір айтуға және мадаққа лайық. Тақуалар Алла тағала нығметіне бөленгенде де, нығметі келгенде де шүкіршілік етуге сөз берген. Алла тағала ғана шүкір айтуға және мадаққа лайық. Тақуалар Алла тағаланың нығметіне бөленгенде де, нығметі келгенде де шүкіршілік етуге сөз берген. Діндар, тақуалар және Алланың қамқорына алған адамдары өздерін Аллаға тапсырды. Ал Алла тағала өзіне сенген құлына опасыздық жасаудан ада. Сондай-ақ олар өздерінің ешбір жақсы қасиеттерін жария қылмауға, тек Алла тағалаға шүкіршілік ету немесе басқаларға үлгі болу мақсатында айтуға сөз берді. Басқа жағдайларда тақуа адамдар өздерінің барлық ізгі амалдарын жасырып, Алла разылығы үшін ғана жасайды. Олар бұл дүниеде жұрт мақтап, қолпаштайды деп қорқып, түрлі жиындарды сөйлемейді. Мақтауға Алла тағалаға лайық. Имам Әл-Ғазали Құдсирух мадақтың мақталып жатқан адамға үлкен зиян келтіретінін түсіндіреді. Мақтау мақтаныш сезімін тудырады және адам өзі туралы жоғары пікірде қалады. Ал кейде ол мақтауға қуанып, жасаған жақсылығынан айырылады. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: егер адамды мақтағандарды көрсеңдер, олардың беттеріне топырақ лақтырыңдар дейді. Мақтау айтылған кезде балшықтан жаратылғаныңды есіңе ал, ұятты бол және өз-өзіңе масаттанба деп айтылды. Әбул Хасан Әш-Шазали Құдсирух: Алла тағала құлына жақсылық қаласа, одан нәпсінің кемелдігін жасырады. Жаратушы оны өзінің пәк, шынайы құлына айналдырады және онда Алла тағала ғана лайық сипаттардың ешқайсысы болмайды. Құл ілім мен танымнан нәпсісі үйренген барлық нәрседен, тіпті сырларды білу немесе ерекше рухани күй болса да, барлығынан бас тарту керек. Егер Алла тағала оны таңдап, оған құл ретінде разы болса, онда білімі де ізгі амалда болмаса да, оған қандай зиян тиюі мүмкін. Шүкірдің ең кіші дәрежесі. Дін ғалымдары Алла тағалаға шүкіршілік етудің ең кіші дәрежесі шүкірлікті тілмен айту дейді. Тілмен алғыс айтпаған адамнан әлсіз адам жоқ. Мұндай алғыс жан-жақты болуы керек. Жаратушының берген нығметтеріне тілмен шүкіршілік етудің ең жоғарғы дәрежесі құлдың Фатиха сүресін оқуы. Оны оқи отырып мүмин Алла тағаланың барлық нығметтеріне, ашық және құпия материалдық және рухани, құлға белгілі және белгісіз, дүниеге және ақыретке қатысты, оған келіп қойған және енді келетін нығметтеріне шүкіршілік етуді ниет етсін. Осы ниетпен адам бұл сүрені мүмкіндігінше бір реттен 100 ретке дейін оқысын. Кім-кім мұны істесе, Алла тағала оны шүкір етушілер қатарына қосады. Немесе бұл құл ниетіне және Алланың уәдесіне сәйкес одан да көп әжір сауапқа ие болады. Тілмен шүкір етудің көптеген жолдары бар. Осындай шүкіршіліктің мысалы ретінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мына сөзін келтіруге болады: «Уа Раббым, мен саған лайықты да шүкіршілік ете алмаймын. Сен өзіңді қалай мадақтасаң, сондай мадақ иесісің». Адам алейхиссалам пайғамбар: «Уа Раббым, маған өз қолыңмен тамақ табуды үйреттің. Енді маған барлық мақтау, мадақты қамтитын сөзді үйрете көр» деді. Сонда Алла тағала оған уахи түсірді: «Ей адам, күнде таңертең және кешке 3 рет: Әлхамдулиллахи раббил аламин,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. Раббым Аллаға оның барлық нығметтерін қамтитындай және оның арттыруына сай келетіндей мадақ, мақтау айтамын. Бұл дұға Алланы мақтаудың барлық түрін қамтиды. Шүкіршілік етуші мен көп шүкір етуші құлдың айырмашылығы мынада. Шакир Алла Тағаланың бергеніне шүкіршілік етеді, ал шакур Алланың бір нәрседен тыйғанына, айырғанына да шүкіршілік етеді. Шүкіршілік етуші шакир мен көп шүкір етуші шакурдың, құлдың айырмашылығы мынада. Шакир Алла Тағаланың бергеніне шүкіршілік етеді, ал шакур Алланың бір нәрседен тыйғанына, айырғанына да шүкір етеді. Арасында әрбір нығметке сай шүкірдің түрі бар. Көздің шүкіршілігі тыйым салынғанға қарамау және адамдардың кемшіліктеріне көз жұму. Құлақтың шүкіршілігі адамның кемшілігін тыңдамау. Қолдың шүкіршілігі өзгенің мүлкіне қол ұзатпау. Аяқтың шүкіршілігі Алла Тағаланың тыйым салған жерін баспау. Дененің басқа мүшелеріне қатысты шүкіршілік те осы сияқты жалғаса береді. Шүкіршіліктің мәні Алланың сізге берген нығметтерін өз мақсатына сай пайдалануда. Бұған мүлік, дене және сыртқы және ішкі ағзалар жатады. Сондықтан бұл игіліктердің кез келгенін жаратылған нәрсеге сай келмейтіндей пайдалансаңыз, бұл сол нығметті бағаламау, рахметі жоқтық болып саналады. Кез келген жағдайда Аллаға мадақ айтушылар. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жәннатқа ең бірінші кіретіндер кез келген жағдайда Аллаға мадақ айтатын адамдар екенін айтты. Тағы бір риуаятта олар қуанышта да, қайғыда да Алланы мақтайтындар делінген. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Альхамдулилля» сөздері барлық нығметтерге шүкір етудің көрінісі дейді. Әс-Сари әс-Сакати Құдсир былай дейді: мен бір кездері айтқан Аллаға мадақ сөзім үшін 30 жыл бойы Алладан кешірім сұрап келем. Олар одан бұл қалай деп сұрады. Ол былай деп жауап берді: Бағдатта үлкен өрт болды. Бір адам маған жақындап, сенің дүкенің аман қалды деді. Сонда мен Аллаға сансыз мадақтар болсын дедім. Енді мен 30 жыл бойы осы сөздеріме өкіндім. Өйткені басқа мұсылмандар қиналып жатқанда өз пайдамды ойладым. Хасан ибн Али радиаллаху ан Қағбаның бұрышына келіп, Аллаға былай деп дұға жасады: О Раббым, маған нығмет бердің, бірақ шүкіршілік етпедім. Сен мені қиындықпен сынадың, бірақ мен шыдамдылық танытпадым. Мен шүкір етпесем де, сен мені нығметтен айырмадың. Шыдамсыздығым үшін басыма бәле де жібермедің. О Раббым, жомарттан тек жомарттық қана тарайды.